Қайырлы күн, балалар. Бүгін мен сендермен жаттығу өткізем. Мен Жұмаханов Елдос, дзюдо күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Ұйқыларың қанбай, көңіл күйлерің кішкене толыңқырамаса, мен экранға жақынырақ отырып, осы жаттығуларды қайталап отырыңдар. Ал балалар дайын болсаңдар, қайталап отырамыз. Ең бірінші жаттығуларымыз бастамастан бұрын қарапайым бой жазу, бой қыздыру жаттығуларынан бастаймыз. Ал кеттік. Жай қадымнан бастаймыз. Бірінші әрине оң аяқпен, қолымызбен жай көтеріп, аяғымыздың ұшымен жүре бастаймыз. Бос, және де жеңіл жүреміз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Бұл жаттығуларға толығымен жасап, толығымен қайталап отырамыз. Сонда ғана сіздер өздеріңіздің осындай ұйқыларыңды ашып, бүгінгі күнгі толығымен энергия аласыңдар. Қайталап отырамыз. 1, 2, 1, 2. Енді балалар кішкене жаңа ақырындап жүгірдік қой. Енді осыны ары қарай дамыту үшін тағы да жылдамдығымызды арттырамыз. Қайталаймыз. Кеттік. Аяғымызды жоғарырақ көтеріп, қолымызбен жылдам қимылдап отырамыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Жылдам өздерін іштерінен санап отырсаңдар болады. Қалмаймыз, қайталаймыз. Шаршамаймыз, көңіл күйді көтеріп, кішкене тыныс аламыз. Қолымыз жоғары көтеріп, 1 дегенде дем алып, 2 дегенде шығарып саламыз. Қайталап отырамыз. 1, 2. Демімізді терең алып, терең шығарамыз. Тереңірек құшақ жайып, дем алып, босаңсып, қолдарымызды сілмеп, демімізді шығарамыз. Енді келесі біздің жаттығуымыз, қолымызды жоғары қарай көтереміз. Қолымызды аямаймыз, барынша көтеріп, аяғымыздың ұшымен тұрамыз. Ұшымен тұрып, аяғымыздың ұшымен жүреміз. Кеттік, қайталаймыз. 1, 2, 1, 2. Міне, біздің артқы балтыр бұлшық еттер жұмыс істейді бұл жерде. Қолымызды аспанға қарай созып, өзіміз қарап тұрамыз сол қолымыздың ұшымызда. Кеттік, қайталаймыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Қайталап отырамыз. Тағы да қолымызды жоғары көтеріп, аяғымыздың ұшына созамыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Шаршасаңыздар, қолдарын сілмеп, аяқтарыңызды 1-2 рет сермеп алсаңдар болады. Балалар, сендер білесіңдер ме? Сендер мықты болу үшін біріншіден үйде жаттығу жасауымыз керек. Және де мынау қазіргі жағдайға байланысты үйде ата-аналарын тыңдап, үйден шықпай отырайық. Және де біздің келесі жаттығуым арнайы сендерге қолымызды алдығын созып, жарты аяғымызға дейін отырып тұрамыз. Арқамызды тік ұстаймыз. Қайталап отырамыз, толығымен отырып, толығымен тұрамыз. 1, 2, 1, 2. Толығымен аяғымызды отырамыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ал балалар, шаршамаймыз. Келесі біздің жаттығуымыз одан ары күрделі болады. Дайын болсаңыздар, қайталап отырамыз. Ең бірінші көрсетем, содан кейін бірге бастайтын боламыз. Тіземізді жоғары көтеріп, қолымызбен тигізіп отырамыз. Жылдамдыққа жасаймыз. Дайын болсаңдар, бастаймыз. 1, 2, 1, 2. Міне, жылдамдығымызды арттыра береміз. Жоғары қарай көтеріп, тіземізді тигізіп отырамыз екі қолымызға. Аяқтың ұшымен жеңіл секіреміз. Осылай 10-15-тен өздерің қайталасаңдар болады. Үйде қарапайым жаттығулар. Біздің осы екінші жаттығуымыз арт жаққа өкшемізді қолымызға тигізу. Бірінші көрсетем, бәріміз бірге бастайтын боламыз. Үлгеріп отырыңдар, қалмаңдар балақайлар. Аяғымызды артымызға қоямыз, қолымызды өкшемізбен тигіземіз алақанымызға. Кезек-кезегімен жылдамдыққа жасаймыз. Қайталаймыз. Кеттік.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Жеңіл секіреміз, жеңіл. Тырыспай қолдарымызға өкшеміз тигізіп отырамыз міндетті түрде. Жылдамдықты арттырамыз. Міне балақайлар, осы біздің арнайы жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығуымызға көшеміз. Көшпес бұрын аяқ қолдарымызды 1-2 сілмеп, терең дем алып, тынысымызды шығарамыз. Жаттығу арасында міндетті түрде өздерінің тыныстарını бір қалып ұстап, дұрыс дем алып отыруды ұмытпаңдар. Ал балақайлар, шаршамаймыз. Менімен бірге ары қарай жалғастырамыз. Келесі біздің гимнастикалық жаттығуларымыз бұл біріншіден 2 қолымызды белімізге ұстап, аяғымызды біздің иығымызбен тепе-теңдікте ұстап, 2 басымызды оңға солға айналдырамыз. Кеттік, қайталаймыз. 1 2, екінші жаққа 1 2, тереңірек айналдырамыз, басымызды оңға қарай. Тағы да 1 2, екінші жаққа 1 2. Екінші жаттығуымыз қолымыздың ұшын иығымызға тигізіп, иығымызды терең айналдырамыз алдыға қарай. 1 2, керісінше артқа қарай. 1 2, тағы да 1 2 және 1 2. Келесі біздің жаттығуымыз бұл сендерге өте керемет пайдасын тигізетін таңғы жаттығулардың бірі. Бойымызды жоғары қарай созып, терең мұрынмен дем аламыз. Аяғымыздың ұшына тұруды ұмытпаймыз. Көтеріліп түсеміз төмен қарай аяғымыз ұшына. Біз жаттығуымызды кішкене күрделендіреміз. Бір аяғымыздың ұшына тұрып, тепе-теңдік сақтаймыз. Осылай тұрып, аяғымыздың ұшына көтерілеміз. 1 екінші аяққа. Енді 2 аяқпен бірге қолымызды аямай аспанға созып, осындай гимнастикалық жаттығуларды қалмай жасаймыз. Осыны 3-4-5 резден қайталасаңдар болады. Біздің келесі гимнастикалық жаттығуымыз бұл аяғымызды ашып, тереңнен осы қолымызбен жерге қарай тигіземіз. Бастаймыз. Бірінші ортаға көтерілеміз және оң аяққа тұрамыз. Екінші жаққа, сол аяққа созыламыз. Міндетті түрде қолымызбен тиеміз. Кеттік. 1 көтерілеміз. 2 көтерілеміз. 3. Балақайлар, үлгеріп отырсыңдар ма сендер? Тағы да бір қайталап өтеміз. Ортаға қарай 1 көтеріліп, және 2 және 3. Осы жаттығуды аяғымызды қосып, қолымызбен жерге тартамыз. Бұл жерде біздің артқы бұлшық еттеріміз және де беліміздегі жұлындар созылады. Қайталаймыз. 1 тұрамыз. 2 тұрамыз және 3. Ал балақайлар, бізге берілген осымен уақыт аяқталды. Үйде міндетті түрде спортпен шұғылданыңдар. Сендердің ата-аналарын тыңдап, үйде отырыңдар. Денсаулықтар мықты болсын, чемпион болыңдар. Бәрі осындай қарапайым жаттығулардан басталады. Мен сендерге сенемін.